Армысың, ардақты ағайын. Тұрмыс құрмаған қыздар мен жігіттердің құлағына алтын сырға етіп ой салсын деген ниетпен басымнан өтіп жатқан жағдайды жолдап отырмын. Біліп-білмей ерлі зайыптылардың арасына соғылып, айырылысуына себепші болмауды түсіндіргім келеді. Өйткені тұрмыс құрып, отбасы болмай жатып отбасылық өмірді ешкім түсіне бермейді. Мен күйеуімді жақсы көріп тұрмысқа шыққанмын. Қыз жігіт болып жүрген кезіміздегі бойдақшылық өміріміз уайымсыз, қамсыз, бақытқа толы еді. Екеуміз де бір оқу орнында, бір мамандықта оқыдық. Бірақ пәтерде бірге тұру, бірге түнеу болған емес. Ибадан аттамаған қазақы отбасында тәрбиеленгендіктен жігітпен бір бөлмеде тұру түгілі көшеде көпшіліктің алдында қол ұстасып жүруге ұялатымын. Жігітім жалғас қалалық, жаңа заманға еліктегенімен қызды қалай құрметтеу керектігін, нақтырақ айтқанда мәдениеттілік ережелерін жақсы біледі. Оның осы қасиеті мені өзіне баураған болатын. Барлық адамға ең керегі түсіністік қой. Біз бір-біріміздің ойымызды айтқызбай-ақ ым-ишарамыздан түсінетінбіз. Жалғас Ақтаудан мен Алматы облысына қарасты шалғай ауылдан едім. Бізді таныстырып табыстырған, махаббатымызға куә болған, арманымызды орындаған алмалы қала Алматы болатын. Екеуміз екі жақтан келіп Алматының тұрақты тұрғынына айналдық. Біздің әрбір арманымыз, тілегіміз Алматыдан бастау алатын. Сондықтан да үйленгеннен кейін Алматыда тұрып, жұмыс істеп, әрбір күнімізді осында өткізуге бел буғанбы. Бәрі өз орнымен алдын ала жоспарлағанымыздай сәтті өтіп жатқан еді. Алматының ауылынан Ақтаудың арасын алыс демей ата-енем салтын жасар, құда түсіп алып кетті. Дүркіретіп тойды да өткізіп берді. Құрбы-құрдастардың, тамыр-таныстардың алдында тойдың қызықты өтуінің, күйеуімнің отбасының ұйымшылдығының арқасында рейім бір тасыды. Өсіп өнген, тәрбиелі отбасымен құда бол. Дық деп қуанған ата-анамның да жүзінен көңілдің тоқтығын байқағанмын. Қызының жақсы жерге келін болғанын көру кез келген ата-ананың басты арманы ғой. Ата-енемнің қолында Ақтау өңірінде бір жыл тұр. Дық, әр өңірдің адамдарында айырмашылық болады екен. Біз жақтым көңілшек болса, Ақтаудың адамдары дөрекілеу еді. Олардың сөздерін көңіліме тез қабылдап, ренжіп, жылап қалатын кездерім жиі болатын. Ол күнге де үйрендім. Ата-енемнің алдынан өтіп, қол астында болып, қызметін жасап, бір жыл уақыт өткеннен кейін арман қуып Алматыға қайта келдік. Өміріміздің жаңа парақшаларын енді ашпақшы едік. Күйеуім екеуміз ғана тұрып, таңда бірге жұмысқа кетіп, кешке бірге келетінбіз. Жас болсақ та көп жұмыс істеп, жетістікке жеткіміз келетін. Оның жүзеге асуы үшін аянбадық. Жұмыла кетерген жүк жеңілдегендей ең бірінші жалғастың арманын орындалғанына бірдей күш салып, одан кейін маған кезек келетін. Жалғастың арманы машина алу. Менің арманым баспана еді. 3 жылдың ішінде біз екеуіне де қол жеткіздік. Мен 3 жылдан бері құрсағыма перзент біткенін Алладан тілеумен келетімін. Алла біздің мақсаттарымызға тілеулес болған шығар, баспана мен көлік алып, жағдайымызды дұрыстап, біршама қиындықтан құтылғаннан кейін жүкті болдым. Ешкімге алақан жаймайтын жағдайда босанатыныма қуандым. Нағыз әйел бақыты дегенді де сонда түсінгенмін. Ең сұлу әйел жүкті әйел деп босқа айтпайды екен ғой. Мен үйде отырып күйеуім келгенше үйді реттеп кешкі асын дайындап күтіп отырамын. Жалғас үйге құр қол келмейтін. Әр күні менің қалауымды тауып қолына бір нәрсе ұстап келуші еді. Құрсағымдағы перзентімді аймалап, онымен сөйлесіп еркелететін. Әйел бақыты деген күйеуіңнің қуанғаны, оның еркелеткені, сені көру үшін үйге уақытылы келгені, сүйген жарын құшып қарсы алуында екен ғой. Біз сондай жарасымды жұптар едік. Екеуміздің көзқарастарымыз бен мақсатымыз бір нысананы көздейтін. Ал сәбиіміз жарық дүние есігін ашқанда бақытымның аз-кем жерлері толықталғандай болды. Барлық тілеулестерім жанымда, ең бастысы отбасымыздың беріктігін сақтап тұрушы Қамал болатын ұлымыз бар. Біздің әр күніміз мереке мен берекеге толы болатын. Осындай қуанышымыздың бел ортасынан басқан Ақтаудан келген қайынсіңлім болды. Мектепті бітіріп, жоғары оқу орнына түспек ниетпен келді. Ағасы мен жеңгесі бола тұра қайынсіңлімді қаңғыртып қоймаймыз деп үйге әкеліп сабағына қарасып тұрдық.
Ақтауда жүргенде қайынсіңлім мектеп оқушы еді. Жеңеше деп сыйлап, жақсы көретін. 4 жылдың ішінде қайынсіңлім өзгеріп, бой түзеп, есейіп қалғаны қатты білінетін болып қалыпты. Ол қалаға келді дегенде қуанып едім, қазір сол қуаныш су сепкендей басылып қалған. Біздің арамыздағы барлық жағдайды енеме жеткізіп тұрады. Жалғаспен ренжісіп қалғанда аз уақыт өтпей қайта татуласып алатынбыз. Біздің арамыздағы ұрыс бір күнге созылып, бірнеше күн сөйлеспей жүретін жағдай ешқашан болмайтын. Ұрыс, ренжісу қайта татуласып ары кетсе 2 сағат уақыттың ішінде орын алып шешімін табатын. Ал қайынсіңлім отқа май құйып, отбасылық өмірден хабары бар адам сияқты біздің арамызға соғы латында тұратын. Бірде ағасын жақтап менімен тайталасса, бірде ағасына сес қайтарып мені шақыстыратын. Оның 4 жылдың ішінде бұрыс жағына өзгеріп кеткенін қабылдай алмадым. Мүмкін өзімнен кінә бар, қайынсіңліме дұрыс қарамай жатқан шығармын деп бар жағдайын жасауға тырыстым. Бірақ ол есіріп кетті. Жалғаспен бір нәрсеге келіспей қалсақ, оныкі дұрыс болмай мен дауыс көтеріп қалсам қайынсіңлім бүге-шүгесіне дейін енеме жеткізіп тұрды. Ағасының қателігін айтпай жеңгем ағама күнде ұрысып, 2 аяғын бір етікке тығады. Ағамның мұндай көрген күні құрысын деп түймедейді түйеде етіп жеткізеді. Оған енем тыныш отырсын ба? Енемнің қолында тұрғанда мінезін біршама көрген едім. Енді қызының от салып айтқан сездеріне сеніп маған қырсады. Мен енемнің дұрыс түсінбегенін, жағдайдың мүлде басқаша екенін айтқым келеді. Бірақ ол түсінбейтін. Екі ортада жылап, енеме мақұл деп кішірейіп құтыламын. Бірақ қайынсіңлім күнде менің қалтыс басқан қадамымды андып анасына жеткізіп тұрады. Енемнен әбден сөз естіп жылап алатынмын. Бір күні енем қызым қолдарыңа бармағанда, сендердің қалай күн кешіп жүргендеріңнен бейхабар болады екенмін. Ұлымды өз айдауымен жүргізіп қызметшіңе айналдырып алған екенсің ғой деп айтпаған сөзі қалмады. Сөзі сүйегімнен өтіп кететін. Енеммен арамыздағы кикілжіңге жалғасты араластырмай-ақ қояйын, қайынсіңлімнің еркелігі деп қабылдап жасырып жүрген едім. Шыдамым шегіне жетіп, үйде болып жатқан жағдайдан күйеуімді хабардар еттім. Жалғас әділдіктің орнауын, түсінбестіктің болмауын, ене мен келін арасы суымасын деп анасына түсіндіріп айтуға қоңырау шалған еді. Анашым, әйеліммен арамыз жақсы, босқа уайымдап алаңдамасаңызшы. Болмайтын нәрсеге бір-бірлеріңізді ренжітпеңіздер. Бәрі сіз ойлағандай емес. Мен әйгеріммен бақыттымын, мұндай келін кез келгенге бұйыра бермейді деп мені мақтай бастаған еді. Жанымыздан қайынсіңлім қосылып, әйелінің сөзін сөйлеп жатыр деп сөзбен қойып қалды. Оны енемде дұрыс түсінбей, оны неге ақтайсың? Қарындасың маған бәрін айтып береді деп бой бермейді. Ол сөзді естіп өзімді тағы кінәлі санадым. Қайынсіңліме түсіндіріп айтқаныммен қорытынды болмағандықтан оның көзінде ұрса да бір-бірімізді еркелете де алмайтын болдық. Біздің бір-біріміздің еркелетіп жатқанын көрсе де, қызғаныштан жарылып кетердей арамызға соғылып, одан қалса енеме маған қарамайды. Киерге киімім, жеуге тамағым жоқ. Ағам мен жеңгем өз қамдарын ғана ойлайды. Ағама менен гөрі жеңгем артық деп тыныштық бермейді. Ағасы оның оқуының ақшасын төлеп серуендетіп айтқанын орындаса да, ерке қайынсіңлімнің көңілін таба алмады. Қайынсіңлімнің кесірінен шаңырағым шайқалып тұр. Меніңше, біреудің үйіндегі сырды сыртқа шығарған адамнан асқан дұшпан жоқ шығар. Есігін ашып төрінен орын берген адамның үйінде ұрыс керіс туғызған жаннан артық жау жоқ деп санаймын. Дегенмен әр мәселенің мәнісін түсінетін, көңіл күйімді көзімнен ұғатын жан-жарың болса, бақытсыздың күйін сыйлағысы келетін үйдегі де, сырттағы да жауды мылтықсыз ақ жеңуге болады деп сенемін.